Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздерге мен бүгін осындай үлкен гүлдерден жасалған торшердің бірінші бөлімін көрсететін боламын. Яғни бұл гүлдерді мен алдыңғы бұрынғы сабақтарымда қалай жасалу керек екендігін көрсеткен болатынмын. Бұл видеомен бөліскен едім. Енді қараңыздар, мына жерде бірінші біз мына георгиния гүлімізді ішінде, плафонның ішінде тұрған қандай лампочка екен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл холодный свет деп аталады, яғни қызып кетпейтін, яғни арнайы осындай лампочка. Бұл ешқандай қауіпсіз. Сіз жаңағы гүліңіздің не болмаса плафоныңыздың балқып кетпеуіне 100% гарантия береді. Бұл ешқандай қауіптігі жоқ, қауіпсіз, арнайы осындай плафондарға арналған лампочка. Енді мына жерде бізде бұл жапсырылып қойған лампочка етін, яғни мен сіздерге тек қана осыған сәйкес келетін патронды ғана көрсетемін. Мына осындай патрон аласыздар. Осыны осылай лампочкаға осылай кигізіп, алдын ала дайындап аласыздар. Енді үшінші гүліміз, бұнда бізде хризантема. Хризантема гүліміздің астында мен басқаша етіп жасаған едім. Мынандай ерекше осындай табақша тәріздес осындай арнайы диод. Бұл да қызып кетпейді. Бұл да қауіпсіз. Жанған кезде ешқандай қаупі жоқ. Осы үш түрлі гүлді сіздермен қалай құрастырып бастау керек екендігін бүгін түсіндіріп өтемін. Мына жерде біз алдындағы сабағымызда бұрынғы видеода мен осыларды қалай жасау керек екенін бастап көрсеткен едім. Мына жерде металл пластик, яғни темір осындай майысқыш арнайы трубамызбен осындай тейп лентамызды аламыз дағыны. Бұны қазір мен барлығын жасыл түске орап шығам. Міне тейп лентам бітті. Мен барлығын орадым. Бұл өзі арнайы осындай сәл созылмалы, кішкене сірне тәріздес ленталар арнайы ине жіп сатылатын фурнитура магазиндерде не болмаса жаңелерден алсаңыздар да болады. Менде трубаның ұзындықтары сіздерге мынаяқта жазып қойдым. Бұның жуандығының көлемі 7 сантиметр болды. Кондитерлік дүкендерде де сатылады бұндай ленталар. Қарап көрсеңіздер болады. Біз мына жерде раушан гүлді өйстіп астын көрінбейтіндей етіп изолонмен қаптап шығамыз. Енді қараңыздар, бірінші біз жұмысымызды ең алдымен хризантема гүлінен бастайтын боламыз. Мынаны қалай біз осы үлкен трубаны жалғайды десеңіздер, мына бұлай жабыстыра салсақ, ол ешқандай болмайды, келмейді, жабыспайды да, және де онымыз дұрыс болып шықпайды. Сол үшін бізге осындай арнайы шарик керек, пенопласт шаригі, және де арнайы осындай канцеляр пышағы, яғни пышақ керек. Өстіп жақсылап ойып екіге бөліп кесіп аламыз шарымызды. Бұл өте оңай бөлінеді, жұмсақ. Болды. Енді мынау екеуін біз екі гүлге жеткізетін боламыз қазір. Жақсылап тұрып, ыстық желімді аямай құясыздар дағыны, осылай жабыстырып шығасыздар. Барлық жерін желімдеп қатты бастырасыздар. Енді біз жаңағы трубамыз сиятындай етіп, астына осындай дөңгелек ойық жасап шығамыз. Бізге ең бастысы гүліміз құлап кетпейтіндей трубада ұстап тұратындай болу керек. Өлшеп алды, қараңыздар, мен өлшеп көремін, салып келеді, яғни ешқандай да қорқынышы жоқ. Мына жерде осылай жабыстырып аламыз айналасындағы артықтықтарын. Енді осыған мынаны қарасаңыздар, бірінші тоғын жалғап аламыз біз. Көк түске көкті, қоңыр түске қоңырды жалғайсыздар. Бұл өте маңызды. Шатастырып жалғауға болмайды.
осылай шамалы кішкене артық жерлерін кесіп тастайсыздар дағыны, өйстіп жалғап шығасыздар тоқты. Міне екеуі түсі бір-біріне сәйкес келді. Енді тоғымыз дайын, жалғап болдық. Енді міндетті түрде бұны изолентамен орап шығатын боламыз. Бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін. Бір-біріне тиіп кетпеу керек тоқ. Міндетті түрде өйстіп жауып тастайсыздар әдемілеп. Енді осы қалған мына тоғымызды біз мынау трубамыздың ішінен ақырындап өткізіп алатын боламыз. Өткізіп болдық. Енді мынаны арғары осының ішіне шамалы тоғымызды артығырақ алып, өстіп кіргізіп ішіне қарай анау бекіту үшін біз арнайы желіммен желімдеп шығатын боламыз. Бірінші тексеріп аламыз. Енді шамалы қазір желімді аямай ішіне құйып жабыстырып шығатын боламын. Қазір жақсылап қаттылап бастырамыз. Болды. Енді шамалы мынау кішкене кепкенше күтеміз. Желім жақсылап қату керек. Қатқаннан кейін мына жақтың барлығын түгел біз жапырақпен жауып шығатын боламыз. Өзінің жапырағын жасап жауып шығамыз. Енді келесі мына плафонды қалай жалғаймыз? Плафон түріндегі хризантема гүлімізді шариктің бағанағы жарты бөлігін аламыз дағыны осылай астына желіммен барлығын желімдеп жабысадау деген жердің барлығына желім құйып шығамыз. Енді қатырып аламыз желімізді. Бұны да жақсылап тығыздап басамыз. Шығып кетпейтіндей етіп. Шамалы суығанын күтеміз желімнің. Жақсы тығыздалып, жақсы жабысуы керек. Мына біздің гүлдеріміз осымен аяқталды. Енді келесі сабақта, келесі бөлімде сіздерге көрсететінім, яғни астыңғы жапырақтарын, үлкен жапырақтарын жасайтын боламыз, және де астына вазамызды орналастырамыз, яғни қандай қауашақта тұратынын мен сіздерге келесі бөлімде көрсететін боламын. Бұл жану үшін не істеуіміз керек? Қош сау болыңыздар.